Халыққа ипотека беру үшін отбасы банкі мемлекеттен 5,1 миллиард теңге кредит алады. Бұл қаражат қазақстандықтарға 564 пәтерді кредитке беруге жеткілікті. Қазақстан Республикасының үкіметі алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін отбасы банкіне 2022 жылғы республикалық бюджет есебінен 5,1 миллиард теңге кредит беруді жоспарлап отыр. Бұл туралы ашығынға порталында жарияланған үкімет қаулысының жобасынан кейін белгілі болды. Бюджетті кредит жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрғандардың жылдық 5% сыйақы мөлшерлемесінен кредиттік тұрғын үйді, оның ішінде пилоттық жобалар шеңберінде сатып алу үшін алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін жасалмақ. Банк мемлекеттен кредитті 20 жыл мерзімге жылдық 0,15% сыйақы мөлшерлемесі бойынша теңгемен алады. Үкімет банкке 80 ай 6 жыл 8 ай жеңілдік мерзімін ұсынады. Сәйкесінше отбасы банкі қарызын 2029 жылдан бастап жылына миллион теңге есебімен өтейді. Отбасы банкіне кредит беруге қаржы, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктері жауапты болып бекітілген.